Үстіні түзу ұшқан мен де сен сияқты осы ауылда туып өстім. Әкем мен анам 10 жыл күттіріп, сағындырып дүниеге әкелген соң, атымды Сағыныш қойыпты. Анам қым-қуыт күнделікті күйбең тіршілікте болса да, ешқандай шаршаған емес. Мүмкін бізге білдіргісі келмейтін шығар. Әкем аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл жан. Ауылдағы жоғалған малдың кімдікі екенін бірден танитын әдеті бар. Кейде гитара тартып, өткен күнді еске алады. Анам мектепте орысша оққан, бірақ әкем жанында жүріп орысшасын ұмытып қалған. Әкем ауылда свет өшіп қалғанда ауылдағыларға кино айтып беріп, ақша табады. Аттастайды ғой. Сөйт, вертолет кет, вертолет кетті, вертолеттің ішіне кіретті, арғай кетіп қалады. Кино сөйтіп бітеді кәдімгі. Әкендір ақшаларың. Болды, мына 500 теңге. 500 теңге. Сенге де бар ма? Саған ше? Цветной. Саған цветной қайтып беріп пе? Енді цветной қымбат болады енді, маған бір 1000 теңге ғой. Аспан деген көк көмбек. Сап-сары жасыл сумканы ұстап алған. Сап-сары таксиге мініп атты. Қап-қара трассаның бойымен барады. Babam Sancar. Ey! Sancar sen mi? Толик! Ey krasavчик! Assalamualeykum. Қалайсың, жағдай қалай? Қалаға барып кәдім городской өкетсің ғой сен? Енді? Машина өзіңдікі ма? Біреудікі мүмкін келеді дейсің бе өзімдікі? Базар жоқ ей, красавчик. Қош келдің ауылға. Қош. Міне менің үйім. Мұртың өсіп кетті өзі. Чапай мұртың сапа. Шағырда, қымыз сатамын, осын бизнес қылып. Қош келдің де, кәдімгідей. Қош көрдік. Ақым ұсап кетсің ғой, кәдім қалаға кет. Кір. Бола ма? Болады ғой, кірсей. Осыны, қош келдің де ауылға бауырым. Шай қой қатын. Аллаға шүкір досым. Қаладамыз. Бір-екі бизнес бар. Жүріп жатыр. Бәрді айттым саған. Бізбен бірге қал осы студент кезіңден. Кетіп қалдың ауылға. Ендігі шіреніп қалада жүретінің. Мен бекерден бекер қаладан кеткен жоқ ма өзің білесің? Әкем ауырда. Сонымен қара шаңыраққа ие болатын адам жоқ. Мен ғана. Сонымен келдім. Құдайға шүкір қазір мал жан аман. Қозлағы ешкі сиырдың жанында. Главный жанында рая бар қатынды. Янда айтыр олда. Райшка. Раян айтам да. Бәрбір өзгермегені. Несі өзгермеген? Бабында да? Қой. Бабындасыңыз қай. Раяда қанша қыз жүгірді ғой артынан. Біреуіне бұрылып қарамай, чоғай, раян алам. Ақыр алды де. Қошай, алат деп алды дейсің бе бұны? Бұны әкесі анау, мясо комбинаттың бастығы еді ғой, білесің бе? Сөйт жаңа бір магазин ет бетін алып қалам ба деген ой болған менде. Сөйтсем, барасам бұлар әулетімен қырылып жаңағы дүниесіне таласты мүлкіне. Ішке кіріп айтмай әкелерім өлейін деп отыр. Хотя аманатын дұрыстап орындап қалсаңдаршы. Ие болсаңдаршы бірден дегенде әкесі риза болды. Қызым саған аманат құлым деді, жүріп кетті, кейін алдым. Қойшы айналайын, артымнан жүгірген кім? Ешкім жүгірген жоқ, сен жүгірдің. Өзім тиіп дуалап алған бұл мен. Әттесемен, мұнандай сосқы қыздарды артынан жүгірген кезде ойым ғой, қалада білесің ғой. Кім қарайды? Шындымен. Біз бар ғой, артынан жүгіріп сындырамайтын қыздарды, мынау бар ғой, әшей сындырып кете береді. Қош, айналайын, 1 метр бойына кім қарайды дейсің ғой? Мен бойдақ кезінде білесің ғой, ұзын едім ғой мен. Ұзын едім ғой. Шамалы. Мынаған қалай үйлендім, солай жей бастады ғой. 50 сантиметрде жек келіп, бұл 5 жыл тұрса мен тауысат бұл. Үйбай, менен не жамышылық көрдім құрсын. Осы балаң туып бері, кірін жуып бері, тамағын істеп беріп атым, осы үйдің отымен кіріп күлімен шығып атым. Не жамашылық көрдім менен соқырға? Болды, қонаққа бересен. Не ақсай? Не? Отымен кіріп күлімен шықсана, пешке кіргенде айтып, бір күрек көрден тірек бұл дейін. Қойыңдар шырыс, не ағып? Қонақ кейінде дұрса бересіңдер. Алгебра, геометрия, физика, химия біреу керек емес қой бізге.
Қосу, азайту, көбейту, бөліп білсең болды ғой. Оның өз калькуляторда бар ғой. Ешқандай сабақ керек емес бізге по идее. Ё-моё, мына машина сенің үйіңе келді ма? Иә, біздің үйге келген ғой. Братан ғой анау президенттің водителі ғой. Зор машина екен, иә? Ары бері магазинге тасиды соны. Ешкімге айтып қойма бірақ. Давай, жолығамыз. Жолығамыз ғой. Аха. Давай, ешкімге айтып қойма. Иә. Мынау кім болды екен, Енді қаладан балалар келсе бірдеңе бүлдіріп келеді, болмаса күлдіріп келеді. Сен енді қаладан жайшай келген жоқсың, бірдеңе сұрақ келген шығарсың, болмаса жылап келген шығарсың. Не үшін келдің айтса енді. Не шаруа болып тұр? ұйқастататын допсың да. Мен ақымым ғой кәдімгідей. Ойба. Бізде бітірейін деп келген жоқпын. Кім? Еско ше, Еско? Классас. Сварщик па? Сварщик па да ол? Иә. Ол кім болса да сол бизнес ашыпты қаладан. Соған бір-екі қағаздарын бітіріп берсеп, соған бола келдім оны. Молодец. Неме қалаға көшіп баратыр де. Сол айттым сол. Бұрыннан бері қалаға көшейік деп бір домнан үй алып алатын едік. Мына бала да өсіп қалды. Енді оқуға түскен кезде қақта тұрады, кім үйінде тұрады ал? Сол кезде не істейсің ал? Кім арқылады сен? А? Барғанда кім үйің бар, кім бар? Намыз бойына жетейін деп қалды. Әлі уақыт бар ғой қалаға көшем дегенге дейін. Болды ғой, екі жылда болды ғой, өседі ғой. Аршағасында жатады, іштеңе жоқ. Әй, болды. Мен үйімде-ақ жатады ғой. Неғып тұрып отырмын мен қалада, осы бір баланы жатқызамасам. Общага анау деген айтпа, сосын болды ғой. Толик, атам үйі, әкем үйі деп. Сатсай көгерді ғой енді болды. Жұрт қатар қалаға бар. Не салынып жатыр, дом көп. Біреуіне квартираңды ал. Үсті сояқта тұр. Балаларын қалада оқысын үйден кіріп шығып. Бәрі көшіп кетті ауылдан. Бір өзің қаласың ба сарғайып? Ауылдан шықпағанның ойы ауласынан аспайды дейді. Мен бекерден үйді сатпай тұр дейсің ба? Сатып ақ қалаға кетушем. Атам сабайды ғой мені. Әкем әулетіміздің ішіндегі арқасы бар адамның бірі. Бала кезінен түсіне әкемнің атасы үнемі кіріп тұрады екен. О, не керегі бар, оны танымаймын бұл аталарын. Тексіз аспаннан түстің ба сен? Қай жақтан келе жатсың? Үй жақтан келеді. Үй жағыңа қай жақтан кепсің? Үй жағыңа. Сол ойланбаппын сен. Соны ойлану керек, сон өзің тегіңді білуің керек. Кімнен кім келе жатыр, одан кімдер шығып жатыр. Өзің ата тегің білмесең, не әп жүрсің сен? Жазайын. Жаз. Жазайын ба емес, жаз. Сен жаз бастап көтің керек өтчеңа. Жаз. Бірінші Төлен ата, Төлен жоқ. Бірінші кім? Бірінші мен де, менен басталады ғой. Мен одан кейін менің әкем, сенің әкең, сенің әкең, менің әкем. Жаз. Бірінші Сақып мақыл. Мен жаз. Екінші? Мен жақсылап жаз, дәуәртпен. Сақып деп, дәуір жаз. Дәуәртпен жаз. Сосын Қосай. 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 Әлменде. Әлмен. Әлтекеде. Әлтеке. Сосын Кендімбай. Кендімбай. Қанша оқып? Кендімбай 3, 4, 5. 5 болды. 5 болды ма? Иә. Кендімбай, одан кейін Жанқара де. Жанқара. 7. Жанқара, Өмілдірік деп қой. Өмілдірік. Одан кейін Жапалақ дейсің. 8 болып кетті. Әдемі кетіп атқан қайтып жібере салма. Так, іштең ағымайды. Біреу артық болса іштең ағымайды. Бұл Жапалақ дедіңіз жаңа? Қанша болды дедің? 8 ғой. 8-штерің ба? 8-ші кім? Жапалақ. Жапалақ өшіріп тастайсың болмаса. 7-ші кімнен бітті? Өмілдіріктен. Соған дейін жаттай бер жақсылап. Ауылға кеп тұр енді. Бір рахмет айтып қуанып қалатын болдым кәдімгідей. Кеп тұр осы үй. Сен де кеп тұр дей бермей, өзің кел қалаға. Әкелім, Сағыныш, ағаң шарса кел. Жақсы. Жақсы аға. Жақсы. Сен қалаға оқуға түс, әбзәтін мақма? Нан түсірді, өзіңде осыған еріп кел қалаға. Ой, қала. Жүн ба? Болмаса Рая, өзің әкпешін ал. Сөйтем ау. Сен әкемесінде тіріде кемейді жүре береді осы жақта. Келеміз, іштен ешік. Қалама көрмей жүргеніміз. Кеп тұр сенде, бауырым. Мен кел, сен кеш бірінші бірақ. Бұйырса. Жақсында. Санжар, аман бол. Ал Санжар, қуыс үйден құр қол шықпайды дейді.
Қуыс үйге сыймайсың ау сен? Өлдірді айта алмай жүрем. Қуыс үйіме сал сенкі. Кемейлі. Сәлем сауғатқа енді ауылдан. Бол, рахмет. Бір қой салып жіберейік десек, қалаға барғанша өліп қала ма деп жатырық енді. Өлтіріп салып жібертеміз оған. Жақсы онда. Санжар, аман болайық. Жақсы. Кел қалаға. Күтем, ақма? Көреміз ғой енді. Уақыт көрсетеді ғой. Жақсы Санжар онда. Жақсы. Қайда қала қоймашы. Қойш. Өлтіріп қоймашы. Анамның қалаға көшуге шабыты оянды ма, әлде кешегі қаладан келген ағамыздың әңгімесі әсер етті ма, күн осылай басталды. Бірден айтайын, біздің ауылда өсек бірден тарайды. Сатайық үйді. Ойбай, үйін сат жіберіпті. Несін сатасың, бір Алматыда бір шақырып атқан дусың бар ма сенің? Ағайының бар өз жерде емес пе? Бір туысым жоқ деп зарлап отыр екен. Осыны болған қайтейін? Біреусі келіп көмектеспейді ғой? Ажырасамын депті. Көмектеспей-ақ қойсын, айналайын, бос шаңырақта тұра беріп, ешқандай сатпаймыз болды. Осы сенің ағайының бар ғой, ше? Сен бір жыл ауырып атқанда бар ғой, бір рет келіп сен жағдайын сұраған жоқ қой? Толик ауырып, еміне ақшасы жетпей, үйін сатыпты. Айналайын, осы үйде өлсем де сатпайым болды. 6 ай өмірі қалыпты. Бала-шағам ойласай, болашақты ойласай. Бұрында оқып жүргенде Санжар сияқты бар ғой, ше? Үй соғып болғанда қазір бүйтіп қиналмайтын едік. Тей баса болды сол Санжарға? Қумаш әйелі бар ғой. Сен ойың бар ма? Ассалаумағалейкум. Дәміз. Сатылатын не осы ма? Сен шақырымнан алады? Жоғын шақырған жоқпын. Қанша деп тұрсыздар? Енді атам үйі ғой енді. Бір атам үй қалдырған адам құсып. Атам үй дегеніз? Менің атам үй. Көріп тұрсыңдар ғой, ескі үй. Сонда бағасын қанша деп тұрсыздар? Енді баға қойшылар 7 миллион деп тұр енді. 7 миллион? Сатсаңыз 5 миллион қазір наличка бар. Өзіміз әкеген бағаны айтсай, аясай адамда 6 ай өмір қалыпты. 5 миллион үйге болсын, 2 миллионы емге болсын. Емелес. Енді ата-аналарыңыз үйі, қара шаңырақ деп тұрсыздар ғой. Біз жақта оғаны ем деп айтады. Болды онда, сатылды. Бір аукционда отырған қатын құсып. Сатылды дегеніз? Бір 7 миллионға үй келе ма? Бір біліп алсайсың бірінші. Өлі рахмет айтса 7 миллион деп тұрған, сенің жаны өшкен сайын өтеңіп кетеміз деп қорқып отырамыз ғой. Айналайын, ескі үй болса да бір қара шаңырақ бұл айналайын. Нормально не қаладан тұрып нормально алайық. Тұра тұрса айналайын. Жүш, сен адам деген білесің ба? Айналайын, еркек деген мен. Еркек деген атым бар айналайын. Bir ақылда сөз өлмейсің. Адам нервін көтеріп өлтіретін болсын. Уайымдамаңдар, ағаларың осындай талма ауруы бар еді. Қан ғой, қан. Тәкіпте тұрыңдар, Болды. Бәрі дұрыс қой, дұрыс қой. Бол, күтеміз. Не болды саған соншама? Қорқытып жүрдің ғой. Құдайжан, сен бір күн үстіп тала берсең бар ғой, не іштете берсең бар ғой, қол аяғың істемей қалады жаным. Үйтпеші, сен біздің неміз отағамызсың ғой, сен бізге керексің ғой жаным. Не іштетпеші үйтіп. Сен бүйтіп бар ғой, бір күні бар ғой, не іштете берсең бар ғой, айлық қыламыз сенен. Үйтпеші жаным, жарай ма? Не болсын жама қаладан безіп. Қала деген күшті ғой, өсеміз, өнеміз, кайф қой. Сен үйді сатып жүрген жоқсын болса? Қалада тұрамыз енді. Қалада тұрамыз?